Қытай тілін 5 минутта үйренеміз сабағымызды бастаймыз. Біз бүгін сабақта сен не жегің келіп тұр, қандай тамақ жегің келіп тұр, және мен қандай тамақ жегім келіп тұр деген сұрақтарға бойынша және жаңа сөздер бойынша үйренейік. Бізде бүгін бірінші сұрақ: 你想吃什么? 你想吃什么? Сен не жегің келеді? 我想吃苹果. Мен алма жегім келеді. Мына жерге тамақтың атын, жейтін нәрсенің атын қоямыз да. 我想吃. Ол жердегі шаң деген қалау. Мен мынаны қалап тұрмын, мен мынаны жегім келіп тұр деген сияқты өзіміздің қалауымызды білдіреміз. Шыр деген өттік, жеу, шымы деген не нәрсе. Енді тағамдардың аттарымен таныс болайық. Бірінші бізде сиыр. Сиыр деген неу. Сиырдың еті болса, артына роу деген сөзді қосамыз, сонда сиыр еті болады. Неу роу, сиыр еті. Тауық, тауық еті, ет деген сөзді қосамыз да. Чи роу, тауық еті. Қой, яң, қойдың еті. Яң роу. Балық, үй, балықтың еті. Үй роу. Жылқы, ма, жылқы еті. Ма роу. Енді 你想吃什么? 我想吃马肉. Сұрақ жауап. Сен не жегің келіп тұр? Мен жылқы етін жегім келіп тұр. Енді жылқы еттерден басқа бізде тағамдар немесе кухнялар болады, иә? Мысалы, француздың тағамдары, франциялық тағамдар. Фаго цай. Алдың сабақ өттік. Фаго, Франция, цай деген тағам. Яғни Францияның тағамдарын, былайша айтқанда, французская кухня. Фаго цай. Немесе Корей тағамдары. Ханго цай. Цай тағам. Енді тағамдардан бөлек бізде кеспелер болады, лагмандар болады, солардың аттары. Мен тяу. Мен деген жалғыз өзі қамыр. Тяу деген жіңішке заттарға арналады. Сонда жіңішке қамыр, яғни кеспе немесе лагман. Мен тяу. Ми фан. Ми деген жеке күріш, бірақ піспеген күріш. Егер піскен күріш болса, ми фан. Келесі сөз барбекю. Шау кау, барбекю. Келесі бізде шашлык. Яң роу чуан. Ол жердегі яң роу деп біз өттік, міне қойдың еті. Чуан деген жаңа шампурға тығылған домалақ еттер. Сонда бұл шашлык болады. Қойдың шашлығы яң роу чуан. Сиырдың шашлығы болса неу роу чуан. Немесе тауықтың шашлығы чи роу чуан. Сосын біз өзіміздің қарнымызды қалай ашқанын айтамыз. Мен менің қарным ашты. Қарын ашу. Келесі сөз тоңши. Жеке тік аударсақ, ол зат деген мағынаны береді. Кез келген бір зат тоңши. Бірақ мына жерде біз сұрақ қойсақ болады. 你想吃什么东西? Сен қандай зат жегің келіп тұр деп айтпаймыз ғой, сен не нәрсе жегің келіп тұр. Сонда осы жердегі тоңши деген не нәрсеге айналады нәрсе. 我想吃米饭. Мен күріш жегім келіп тұр. Немесе 你想吃什么菜? Сен қандай тағам жегің келіп тұр? 我想吃韩国菜. Мен Корей тағамдарын жегім келіп тұр. Немесе 你想吃什么? 我想吃牛肉面条. Сен не жегің келеді? Мен сиыр етінен жасалған лагман немесе кеспе жегім келеді. 你想吃什么? 我想吃鸡肉烧烤. Мен тауық етінен жасалған барбекю жегім келеді.
немесе 我想吃羊肉圈. қой етінен жасалған шашлык жегім келеді. Енді осы сөздерді орындарына қойып, практика жүзінде көбірек осылай жаттықсаңыздар, сіздер де соны жетік меңгереді деп сенемін. Сау болыңыздар.